Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен қолөнер арнасы бүгін сіздерге ерекше сөмкенің тоқылу жолын көрсеткім келіп отыр. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Сөмке тоқу үшін бізге қажет заттар бұл акриловый бусин, размері 10 мм. Және де бізге осындай зат қажет болады, атын білмеймін, қауырсын дейма, білмеймін. Осы затты сөмкеге тағып көргім келді, қалай шыққанын бірге көретін боламыз. Және де сөмкеге арналған осындай арнайы леска. Размері 7 размер. Және де қайшы. Ал енді сөмкемізді тоқып бастаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, мұқият тыңдап отырыңыздар. Ең алдымен лескамызды өзімізге керегінше етіп кесіп аламыз дағы. Осында бір жақ лескамызға 4 моншақ өткіземіз. Моншағымызды өткізіп болған соң, екі лескамыздың басын біріктіреміз. Және де моншағымызды артқа қарай итереміз. Енді соңғы тұрған моншағымызға крючок жасаймыз. Жаңағы лескамызды қайтадан кері қарай өткіземіз, сонда бізде крючок пайда болады. Сосын екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткіземіз. Крючок арқылы тоқысаңыздар, біздің сөмкеміз қатты формасын өте жақсы ұстайтын болады. Моншақтарымыз шашылып кетпейтін болады. Қарасаңыздар, бізде крючогымыз моншақтың сыртында тұр. Мына тұрған лескамызды тартып жіберсеңіздер, крючогымыз моншақтың ішіне қарай кіріп кетеді. Сонда біздің сөмкеміз әдемі тоқылатын болады. Енді бір жақ лескамызға 2 моншақ, бір жақ лескамызға 1 моншақ өткіземіз. Мінеки, енді 2 моншақ тұрған лескамызға крючок жасаймыз. Екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткізіп бекітеміз. Мінеки, дәл осылай бір жақ лескамызға 2 моншақ, бір жақ лескамызға 1 моншақ салып, 13 қатар тоқып шығатын боламыз. Мінеки, қараңыздар, біз 12 қатар тоқыдық, себебі 13 қатар ол бұрылатын жер болып саналады. Бұрылған жерді сіздерге көрсетейін деп шештім. Бұрылатын кезде бір жақ лескамызға 3 моншақты бірден өткіземіз. Крючок жасаймыз. Бекітеміз. Мінеки, қараңыздар, сонда біздің лескамыз жоғары қарап емес, және қарап тұр. Мінеки, енді келесі қатарға көшу үшін де дәл осылай мына тұрған жоғары жақтағы лескамызға 3 моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Қараңыздар, біз уже екінші қатарға көштік. Енді мына тұрған астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткізіп отырып тоқимыз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Дәл осылай қайталап отырып тоқисыздар. Мына тұрған астыңғы
лескамызды астыңғы моншақтан өткізіп, жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткізіп, осылай тоқитын боласыздар. Мына жерде қарасаңыздар, бізде лескамыз таусылғалы тұр. Бұл лесканы қалай бекітіп, қалай жаңа леска жалғау керектігі туралы менің арнамда арнайы видео бар. Сол видеодан қарап көрсеңіздер болады. Енді дәл осылай жоғары қарай біз 19 қатар тоқып шығатын боламыз. Бізден арада уже екінші қатар тоқылып жатыр ғой. Енді дәл осылай жоғары қарай 19 қатар тоқимыз. Мінекей достар, 19 қатарды тоқып болды, қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Бізде былай қарай 19 қатар болды, енді былай қарай 13. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 қатар. Енді сөмкеміздің екі шетін тоқитын боламыз. Ол үшін былай қарай 8 қатарды аламыздағы. Осылай бүктейміз. Астына 3 қатар жібереміз. Екінші жақ бетімізде 8 қатар болу керек. Сонда 8, 8, 2 және асты 3 қатар. Енді сөмкеміздің біз 2 шетін тоқитын боламыз. Астында біз 3 қатар жібердік, 2 шетіне 8, 8-ден жібердік. Мінекей сіздерге түсінікті болу үшін мен бір жақ бетін тоқып қойдым, енді екінші жақ бетін тоқитын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай бізде астында 3 қатар, 2 шетінде 8, 8-ден. Енді лескамызды аламыздағы 8-ші мен 9-ші моншаққа өткіземіз, яғни астыңғы мен үстіңгі бір моншақтан өткіземіз. Лескамыздың басын бірдей қылып ұстаймыз, біреу ұзын, біреу қысқа болып қалмасын. Енді осында жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Енді астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткізіп, крючок арқылы тоқимыз. Енді астыңғы 3-ші моншақтан өткізетін жерде қараңыздар. Астындағы моншақтан өткіземіз және жоғары қарап тұрған шетіндегі бір моншақтан өткіземіз. Сонда 2 моншақтан бірден өтеміз. Енді кез келген лескамызға 1 моншақ өткізіп, қатарымызды бекітеміз. Мінекей қатарымызды бекіттік, қараңыздар. Енді екінші қатарды тоқу үшін тұрған лескамызды жәндегі моншақтан өткіземіз. Тура жаңағыдай қайталаймыз. Енді жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткізіп, ары қарай дәл осылай тоқи бересіздер. Мінекей достар, барлығы өте түсінікті деп ойлаймын. Осылайнан
ары қарай до конца тоқып шығатын боласыздар. Міне достар, сөмкеміздің екі шетін тоқып болды. Қараңыздар, іші осылай көрінеді. Екі шетінде тоқып болды. Қараңыздар, өте әдемі болып шығып келе жатыр. Мінекей. Енді біз сөмкеміздің ручкасын тоқитын боламыз. Ол үшін лескамызды аламыз дағы. Мына шетіндегі қараңыздар. Мына тұрған астыңғы 3 моншақтан лескамызды өткіземіз. Лескамыздың екі басын бірдей қылып ұстаймыз. Енді осында кез келген лескамызға бір моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Қараңыздар, біз осы лескамызды тартқан кезде сөмкеміздің уже формасы шығады. Қараңыздар. Қарасаңыздар, сөмкеміздің формасы пайда болды. Мінекей, лескамызды қатты тартып жұмыс жасаймыз. Бос тоқылып қалмасын. Мінекей. Енді екі жақ лескамызды жоғары қарап тұрған екі моншақтан өткіземіз. Екінші жақтағы лескамызды да өткіземіз. Енді осында тағы да кез келген лескамызға бір моншақ өткізіп, крючок жасаймыз. Мінекей, сөмкеміздің формасы шықты. Енді сөмкеміздің ручкасын жоғары қарай жалғастырамыз. Дәл осы 4 моншаққа сөмкеміздің ручкасын тоқимыз. Кез келген лескамызға 3 моншақ өткіземіз. Ең бірінші бастаған кезде ғана 3 моншақпен тоқимыз да, ары қарай уже 2 моншақпен тоқитын боламыз. Осы 4 моншақты айналдырып тоқып шығамыз. Мінекей, енді астыңғы лескамызды на тұрған астыңғы моншақтан өткіземіз. Шетіндегі жаңағы 4 моншағымыздың на тұрған шетіндегі моншағынан өткіземіз. Енді үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Енді дәл жаңағыдай астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Енді қараңыздар, астыңғы лескамыздан отырған астыңғы моншақтан өткіземіз. Және де шетіндегі жоғары қарап тұрған моншақтан өткіземіз. Бірден 2 моншақтан өткіземіз. Осында енді 1 моншақ өткізіп, қатарымызды бекітеміз.
Енді келесі қатарға көшу үшін кез келген лескамызға 3 моншақ өткіземіз. Ең бірінші 3 моншақ өткіземіз, одан кейін 2 моншақ, және тағы да 2 моншақ, және соңында 1 моншақ өткізіп, осы қатарымызды айналдырып тоқып шығамыз. 3, 2, 2 және де 1. Астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жағына 2 моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Тағы да астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Енді астыңғы лескамызды 1-2 моншақтан өткіземіз. Астыңғы және жәндегі моншақтан өткіземіз. Жоғары қарап тұрған. Және осында енді 1 моншақ өткізіп қатарымызды бекітеміз. Мінекей достар, дәл осылай екінші жағында тоқитын боламыз. 9-да 9 етіп, 2 шетінде тоқитын боламыз. Содан кейін 2 ортасын қосуды сіздерге көрсететін боламын. Мінекей 2 шетінде 1-де етіп тоқып алдық. 9-да 9 етіп, енді осының 2 ортасын қосатын боламыз. Қосу үшін қараңыздар, мұқият қарап отырыңыздар. Тұрған 2 лескамызға 2 моншақ өткіземіз бірден. Моншағымызды өткізіп болған соң енді лескамызды екінші жақтағы моншақтан өткіземіз. Астыңғы лескамызды өткізетін боламыз. Енді қараңыздар. Моншақ тұрған лескамызды, осы моншағы жоқ лескамызды іліп аламыздағы, қайтадан кері қарай өткіземіз моншақтан. Сонда бізде крючок пайда болады. Енді моншақтың ортасына қарай тартып кіргізіп жібереміз крючокты. Неке қатты тартып жұмыс жасаңыздар, бос тоқылып қалмасын. Енді 2 лескамызды 2 шетіндегі моншақтан өткіземіз жоғары жақтағы. Енді осында кез келген лескамызға 1 моншақ өткіземіз. Осы моншақ тұрған лескамызды, моншағы жоқ лесканы іліп аламыздағы, қайтадан кері қарай өткіземіз моншақтан. Қатты тартып, моншақтың ортасына қарай крючогымызды кіргізіп жібереміз. Енді шетіндегі 2 моншақтан өткіземіз. Кез келген лескамызға 1 моншақ өткіземіз. Жаңағыдай қайталаймыз. Лескамызды іліп аламыздағы крючок жасаймыз.
Енді екі лескамызды астыңғы екі моншақтан өткіземіз. Енді лескамызды бекітеміз. Ортадағы моншаққа кіргізіп, крючок жасап, іліп аламыз. Дәл осылай 2-3 мәрте қайталаймыз дағы артық қалған жібімізді қиып тастайтын боламыз. Мінеки достар, сөмкеміздің ручкасын тоқып болдық. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Енді біз сөмкеміздің алдына жабатын жерін жасайтын боламыз. Ол өте оңай. Лескамызды аламыз дағы. Мына екі моншақты аттап кетеміз дағы 3-ші моншақтан бастап 6 қатар тоқып шығатын боламыз. Үш моншақ өткіземіз осында. Крючок жасап бекітеміз. Астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Енді дәл осылай ары қарай 6 қатар тоқып шығатын боламыз. Мінеки қыздар, сөмкемізді уже біз бітірдік. Қараңыздар, іші осылай көрінеді. Жабатын жерінде осылай әдемі етіп тоқып шықтық. Енді біз бұл жабатын жерімізге осындай қауырсын ба, не өзі, соны жалғайтын боламыз. Былай қарасаңыздар, бізде бұл бір қабатымыз жұқа болып қалды. Сол үшін мен 2 қабат етіп осы сөмкемізге тігіп шығатын боламын. Мінеки өлшеп қиып алдым. Енді қараңыздар, біз бұны бисерге арналған осындай лескамен тігетін боламыз, чтобы көрінбей әдемі етіп тігілу үшін. Инеге өткізіп аламыз дағы. Соңғы жағын осылай түйіндейміз. Мінеки. Енді осыны сөмкемізге тігеміз. Мына тұрған 3 моншақтың арасына өткізіп инемізді тігіп шығатын боламыз. Міне достар, біздің сөмкеміз осымен дайын болды. Қараңыздар, өте керемет болып шықты. Өзіме қатты ұнап тұр. Қараңыздар, іші де сырты да барлығы өте керемет болып шықты. Ана қауырсын ба? Атын білмейді екенмін бар ғой, шынымды айтсам. Өте әдемі болып шықты. Сіздер де дәл осылай өз қолдарыңызбен тоқып, жақындарыңызға сыйлыққа сыйласаңыздар, керемет сыйлық болатын еді. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып қолдап кеткендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған қолөнер арнасы.
қош сау болыңыздар.